Ассалаумалейкум баршаңызға. Бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бейсенбіде ақш-тың Федералды байланыс комиссиясы FCC басым дауыспен Huawei және ZTE жабдықтарын қоспау тізімін қабылдады және China Telecom компаниясының ақш-тағы қызметін алып тастау процесін бастады. 10 желтоқсанда FCC комитеті дауыс беріп Huawei және ZTE құрылғыларының тізіміне тыйым салды. Сонымен қатар FCC толымды қамтамасыз етуші серіктестердің ауыстыратын жабдықтармен қамтамасыз ету үшін кемінде $1,6 миллиард көлемінде қаржыландыру ұсынатын субсидиялау бағдарламасын іске қосты. Қаражат Конгрестің бөлуін күтуде. Қаражат жиналғаннан кейін Америка құрама штаттарының шалғай аймақтарындағы байланыс операторлары мұндай жабдық немесе қызметтерді өз желілерінен шығарып, орнына басқа жабдықтарды немесе қызметтерді іске қосады. Сонымен қатар FCC China Telecom компаниясының ақш-та жұмыс істеу құқығын қайтарып алу процесін бастады. FCC төрағасы Ajit Pai, біз China Telecom Қытай коммунистік биліктің ақпараттық талаптарын орындауға мәжбүр болады деп қатты алаңдаймыз деді. Осы жылдың сәуірінде FCC ұлттық қауіпсіздікке байланысты ақш-тағы China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Network және оның еншілес компаниясы ComNet жұмысын тоқтату мүмкін екенін ескертті. ақш Федералдық байланыс комиссиясы ресми түрде 30 шілдеде Қытайдың Huawei және ZTE компанияларын ақш-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деп атады және американдық компанияларға Huawei мен ZTE-дан жабдықтарды сатып алу үшін үкіметтік қаражаттардан $8,3 миллиард ақш пайдалануға тыйым салды. Достар, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің тіркеліп, пікір қалдырып, бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.